Балалар, бүгін 3-ші сынып 74-ші сабақ қосындыны санға бөлу. Бірінші тапсырма: өрнекте есептеп мәнімен сәйкестендірсең, субұрқақтың қай жерде орналасқанын білесің. Өрнектің мәні субұрқақтың биіктігін білдіреді. Яғни біз мына жерде 6 субұрқақ берілген, осылардың мәнін табуымыз керек. Бірінші 800-ді 20-ға бөлеміз. 40. Яғни бұл Букингем субұрқағы. 32 қосу 38 көбейту 2 тең болады 140. Бұл Женева. Үшіншінің мәні 80. Күн субұрқағы. Төртіншінің мәні 92. Жанартау субұрқағы. Келесі 54. Әнші субұрқағы. Келесі 152. Биші субұрқағы. Келесі екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма ауызша, бұны өзіміз қарап, түсініп, орындап аламыз. Келесі тапсырмасы. Есептің мәні 12-ге 8-ді қосамыз 20, 20-ны 2-ге бөлеміз 10, тең болады 10. Келесі 6, келесі 8, 8, 7, 5. Келесі үшінші тапсырма. Өрнектің мәні тең болады 6, 36-ны 6-ға бөлеміз 6, 140-ды 10-ға бөлеміз 14. Келесінің мәні 5, келесінің мәні 40, келесі 8, одан кейін 100. 300-ді бөлеміз 3-ке тең болады 100. Дөңгелекте жазылған сандарды екі қосылғыштың қосындысы түрінде жаз. Бірақ қосылғыштардың әрқайсысы берілген санға бөлінуі тиіс. Демек, бізде 28 шығу үшін 10-ға қосамыз 18-ді. 10-ға қосамыз 18. Бізде 10-да 18-де 2-ге бөлінеді. 28-ге 2-ні бөлсек 14. 55. 35 қосу 20. 35 қосу 20. 35-те 20-да 5-ке бөлінеді. 55-те 5-ке бөлетін болсақ, тең болады 11. 120. 80 қосу 40. Екеуін қосамыз, бізде 80-де 40-да 20-ға бөлінеді. 120-ны 20-ға бөлеміз, тең болады 6. Келесі 5-ші тапсырма. Есепті шығар. Саябақтағы 2 гүлзар үшін 12 қолмен және автоматты түрде суғаратын қондырғы әкелінді. Қондырғылар 2 гүлзарға тең бөлінді. Әр гүлзар үшін неше қондырғы әкелінді? Енді біз бірінші 12-ні 2-ге көбейтеміз және 14-ті 2-ге көбейтеміз. Екеуінен шыққан санды 2-ге бөлеміз. Демек, 12 көбейту 2 қосу 14 көбейту 2 тең болады 52. 12-ні 2-ге көбейтсек 24, 14-ті 2-ге бөлсек 28, екеуін қосамыз 52. Енді 52-ні бөлеміз 2-ге тең болады 26. Әр гүлзарға 26 қондырғыдан бөлінген екен. 6-шы тапсырманың мәнін айта кетейін. 900-ді 3-ке бөлеміз 300. 900-ді 9-ға бөлеміз 100. 56-ны 8-ге бөлеміз 7. 520-ны 5-ке бөлеміз 104. 320-ны 4-ке бөлеміз 80. 480-ні 8-ге бөлеміз 60. Келесі, субұрқақтарды жарықтандыру үшін 80 шам дайындалды. Әр субұрқаққа 6 сары және 4 көк шам орнатылды. Сары шам неше, көк шам ше? Енді
Бірінші 6 сары мен 4 көктің екеуінің қосындысы 10-ға тең. Яғни 6 қосу 4 тең 10. Осы 80-ді бөлеміз 10-ға тең болады 8. Енді осы шыққан мәнді 6-ға және 4-ке көбейтеміз. 8 көбейту 6 тең болады 48. 8 көбейту 4 тең болады 32. Яғни бізде 48 сары шам, 32 көк шам. 48 мен 32-нің қосындысы 80 шығады. Барлығы 80. 80-нің ішіндегі 48-і сары, 32-сі көк шам екен. Келесі тапсырма қосынды және азайту берілген. 318 мен 567-нің қосындысы 885-ке тең. 885, 648, 509, келесі 893, келесі 502, келесі 564, 713, келесі 487. Енді келесі тапсырмамыз теңдеу. Теңдеудің сіздерге тек белгісіз мәнін айта кетейін. Белгісіз мән бізде Y-тің мәнін табу үшін бірінші теңдеудің теңін орындап аламыз. Ол үшін 27-ні 10-ға көбейтеміз. 27 мен 10-ның көбейтіндісі 270 шығады. 270. Енді 270-ті бөлеміз 3-ке. Мына жердегі көбейтіндіміз бөлу болып ауысады. Демек, Y тең 270 бөлу 3. Бұл жерде Y-тің мәні тең болады 90. Біздегі бірінші теңдеудегі Y-тің мәні 90-ға тең болды. Келесі есепте бізде X-тің мәнін табу үшін бірінші теңді орындаймыз. Ол үшін 16-ны 2-ке бөлеміз 8. Енді X тең 720 бөлінген 8. Бұл жерде амал ауыспайды. X тең 720-ны 8-ге бөлетін болсақ, бұл жерде де X-тің мәні 90-ға тең болды. 720-ны 90-ға бөлеміз 8, 16-ны 2-ге бөлеміз 8. Екі жақ теңдей шықты. Енді бұл жерде де Y-тің мәнін табу үшін бірінші теңін орындап аламыз. Ол үшін 900-ден 740-ты аламыз. Тең болады 160. Енді Y-тің мәнін табу үшін 160-ты бөлеміз 2-ге. Y тең 80. Демек, Y-тің мәні бізде белгісіз мән 80-ге тең болды. Келесі есеп. Берілгеннен 3 есе ұзын кесінділер сыз. Олардың ұзындығын миллиметрмен жаз. Бірінші А мен Б-ның кесіндісі 1 сантиметр болса, 3 есеге ұзартатын болсақ, бұл жерде бізде 3 миллиметр шығады. 3 миллиметр. Мына жеріміз 2 болса, 6 болады, 3-ке 2-ні көбейтеміз. Үшінші М мен М кесіндісі 3 есе арттыру үшін өзі 3 сантиметр болса, 3-ті 3-ке көбейтеміз. Бұл жерде 90. Енді миллиметрге айналдыратын болсақ, 3 миллиметрде 3 сантиметрде 30 миллиметр болады. 30 миллиметр. 6 сантиметрде 60 миллиметр. 9 сантиметрде 90 миллиметр болады. Келесі 1, 7, 5 цифрларын қолдана отырып, қанша екі таңбалы сан жазуға болады? Берілген цифрларды бірнеше рет қолдануға болады. Барлық нұсқаларды жаз. Енді екі таңбалы 17, 15, 75, 57, 71.
тағы ары қарай өздеріңіз жазып кете беріңіздер. Яғни 3 сан орын ауысып келе беруге болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.